Өмірлік кеңестер. Ең ұлы құдірет иесі Аллах. Ең күшті байланыс құралы дұға. Ең қымбат байлық иман. Өмірдегі ең әсерлі күш сүю. Жоқтығы ең ауыр тиетін үміт. Ең жойқын дағды қайғы. Әлемдегі ең мықты компьютер адам миы. Ең зор сая өз сенімнен айырылу. Ең зор табиғи қуат көзі жастық. Ең құнсыз сезім өзін мүсіркеу. Ең күшті прививка ынталандыру. Ең әсерлі дәрі жан тыныштығы. Ең бағалы қасиет сенімділік. Ең ризалы іс басқаларға көмек көрсету. Ең нашар мінез өзімшілдік. Ең әдемі әшекей күлімсіреу. Жеңімпаздықтың кедергісі сылтау. Қоғам зиянкесі өсекші. Ең жақсы әдет шүкіршілік ету. Адам шүкір еткенде өмірдің жақсы жақтарын көбірек байқайды. Қолымызда бар нәрселердің аз емес, тіпті көп екенін аңдаймыз. Қара нан мен қара шайдың өзі кәдімгі кең дастарханға айнала қалады. Шүкір үйді ұяға айналдырады, бірді мыңға. Шүкір өткенге мән береді, бүгінге тыныштық, болашаққа жарық. Шүкір көпірден сақтайды.